Өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік көмек көрсетуге үміткер адамдардың өтінішін қарау жөніндегі арнайы комиссияның отырысы өтті. Жиналыста Приозерск қаласы әкімінің орынбасары Ұлан Алмасұлы жауаптыларға мемлекет қолдауына мұқтаж отбасыларына дер уақытында көмек көрсетуді тапсырды. Приозерск қаласында жыл басынан бері әлеуметтік маңызды ауруға шалдыққан 45 адамға материалдық төлем төленген. Былтыр шаһарда 82 отбасы жалпы сомасы 24 миллион теңгеден астам атаулы әлеуметтік көмек алған. Сымбат, енді өзің ол кісінің жағдайын білесің, сондықтан тікелей өзің бақылауын алып, есен-аманы өзіңізде бақылауға алып, комиссия мүшелерінің барлығын қадағалаңыз. Өзін бірге алып келіп, немесе сол жақта мүмкіндік болса, электронды цифрлық қолтаңбасымен өтінімді тапсыртып, содан келесі отырысты біз ол кісіге алдағы 3 айға бекітіп берейік. Арнайы комиссияның отырысында мемлекет қолдауына мұқтаж отбасылар мен әлеуметтік маңызды дертке душар болған жандардың мәселесі қаралды. Приозерск қаласында өмірлік қиын жағдайға тап болған 59 адам биыл бір жолға әлеуметтік көмекке қол жеткізген. Олардың арасында мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы аналар және пробация есебінде тұрған азаматтар бар. Осы атаулы әлеуметтік көмекке үкіметтік электронды портал арқылы 30 отбасы өтініш тапсырдық. Оның ішінде 8 отбасыға тағайындалды, 9 отбасыға табыстар кедейлік шегінен асу себебінен бас тартылды да, енді ол қалған 13 отбасының өтініштері бүгін қарастырылу үстінде. Ал мереке күндері қарсаңда 414 адам бір жолғы материалдық төлем алған. Мемлекет шарапатына кенелгендердің дені ауған соғысының ардагерлері, көп балалы жанұялар және тыл ардагерлері. Отырыс қорытындысында Приозерск қаласы әкімінің орынбасары Ұлан Алмасұлы аталған бағыттағы жұмыстарды межеленген мерзімде атқаруды жауаптыларға шегелеп тапсырды. Жанбота Рахметуллаұлы, Қабыл Байдуллаұлы, Бүлдірген Асығатқызы, Сарыарқа телеарнасы үшін арнайы Приозерск қаласы.